Көлік иелері жазғы дөңгелектерін қысқыға 1 желтоқсанға дейін ауыстыру қажет. Бұл талап орындалмаған жағдайда тәртіп сақшылары темір тұлпар тізгіндеген азаматтарға айыппұл салуға құқылы. Кеден одағының доңғалақта көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы техникалық регламентіне сәйкес 1 желтоқсаннан бастап ақпан айының соңғы күніне дейін М1 және H2 санатты көлік дөңгелектері қысқы шинаға ауыстырылмаса, оларда пайдалануға тыйым салынады. Көлік иелеріне техникалық регламенттің 5-5 тармағы бойынша ереже бұзған үшін әкімшілік айыппұл 590 бабының 5 бөлігіне әкімшілік жауапкершілік көзделген. Айта кетейік, М1 санатына жеңіл автомобильдер, ал Н1 санатына жүк көліктері жатады. Тәртіп сақшыларының сөзінше, көлік иелері аталған талапты орындамаса, оларға 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18.460 теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал бұндай жағдай екінші рет қайталанса, онда айыппұл сомасы 20 айлық есептік көрсеткішке дейін артады. Бұл 73.840 теңге. Тәртіп сақшыларының сөзінше, аталған заң автокөлік шиналары техникалық талаптарға сәйкес келмейтін темір тұлпар иелеріне де қатысты. Қысқы дөңгелектерде айрықша 3 белгі орналасқан. Онда латын алфавитіндегі М және С белгілері бар. Олар 3 түрлі нұсқада белгісі және немесе қатарынан жазылады. Егер шиналарда осы белгілер бар болса, онда дөңгелектерді қыс мезгілінде де пайдалануға болады. Алмат Қырымсақовтың сөзінше, тәртіп бұзушыларға қатысты жекелеген статистика жүргізілмейді. Дегенмен дөңгелекті уақытылы ауыстырмайтын көлік иелерінің мәселесі жыл сайын кездеседі. Көбінесе шиналарды ауыстыру жайлы темір тұлпар тізгіндегендер оқыс оқиғаға тап болған кезде ғана ойланады екен. Көлігін қысқы дөңгелекке ауыстырмаған жүргізушілерді жол көлік оқиғасы орын алған кезде тіркеп жатамыз. Себебі күн суытқанда жазғы дөңгелектердің тежеу қабілеті нашарлайды. Осының салдарынан жол көлік оқиғалары орын алуы мүмкін. Көлік иелері ақшам болмағандықтан үлгермегендіктен дөңгелекті ауыстырмадым деп жатады, немесе қысқы дөңгелекке ауыстыруға енді ғана жолға шықтым дейді. Тәртіп сақшылары тұрғындарға жазғы дөңгелектерін қысқыға ауыстыру қажеттігін тағы бір еске салады. Себебі темір тұлпар қытымыр қыстың қолайсыз ауа райына дайын болса, жол көлік оқиғалары мен оқыс жағдайлардың саны азаятын еді. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау.